Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі біздің видеомыз өте ерекше. Біз оны тазалық айдарына арнамақпыз. Ыдыстарды оңай, тез әрі әр үйден табылатын қолжетімді заттармен тазалауды әр үйдің хозяйкасы, әр үйдің қыз баласы білуі тиіс деп ойлаймын. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Ал ендеше ыдыстарды жылтырлатып тазалауды бастайық. Ол үшін бізге әр үйден табылатын ас содасы және кір сабын қажет. Алдымен ыдыстар сиятындай үлкен ыдысқа су құйып, оны газға қоямыз. Су қайнауы қажет. Ал су қайнағанға дейін біз кір сабынды теркадан өткізіп, оны ұсақтап, алдын ала даярлап аламыз. Мен тек кір сабының жартысын ғана теркадан өткізіп алдым. Су қайнаған уақытта ұсақтап алған кір сабынды суға саламыз. Осы суға ас содасын саламыз. Ас содасын көлемі шамамен қораптың 5/1 салдым. Ас содасын салған уақытта көпіршік шығып, суымыз қатты қайнай бастайды. Сол кезде қолыңызды күйдіріп алмаңыз. Енді осы дайындап алған суымызға осы ыдыстарымызды салып қайнатамыз. Ең бірінші мен ковшты салдым. Оны судың ішінде 5 минутқа қалдырдым. 5 минуттан соң ыдысты көтеріп, оның астын губкамен тазалаймыз. Біз ыдысты небәрі судың ішінде 5 минут қана ұстасақ та, оның астындағы дақтар губкамен сүрткен уақытымызда кете бастайды. Әрі губкамен сүрткен уақытта ешқандай күш жұмсаудың қажеті жоқ. Жай ғана сүртіп алсаңыз жеткілікті. Ыдыстың астындағы дақтар тағы да тез кету үшін мен тағы да суға 10-15 минутқа салып қойдым. Ал ыдыстар суда қайнап жатқан уақытта басқа тіршіліктеріңізді істесеңіздер болады. Су қайнап жатқан ыдысыңыз үлкен болған жағдайда бірнеше ыдысты бір-ақ салып қойсаңыз болады. Мен духовкаға салатын әйнек ыдысымды да осы суға салып тазалап алайын деп шештім. 10-15 минуттан соң ковшты тағы да губкамен ысқылап тазалап көрдім. Енді оның кірі видеода көріп тұрғаныңыздай әлде қайда тез кетіп жатыр. Көріп тұрғаныңыздай аса көп күште жұмсап жатқаным жоқ, тек жай ғана губкамен ысқылап сүртіп жатырмын. Губкамен сүртіп, оның дақтарын кетіріп алғаннан соң, оны жай ғана сумен шайып аласыз. Ыдысты шайып алған уақытымызда ол жылтырлап жаңа ыдыс секілді болып шығады. Осындай жылтырлап тұратын ыдыстармен тамақ даярлағанда немесе тамақ ішкен кезіңізде өзіңізге керемет көңіл күй сыйлайды. Пешке запеканка пісіретін әйнек ыдысымды да дәл осы әдіспен тазалап алдым. Ыдыстарды ыстық судан шығарған уақытта өте абай болыңыздар. Уақытты бос кетірмес үшін бір ыдысты шығарып тазалап жатқан уақытымда екінші ыдысты салып, оны қайната беремін. Қақпақтың жан жағындағы майының бәрі жақсы кету үшін оның барлығы суға батып тұруы тиіс. Қақпақты мен суда шамамен 15 минут ұстадым. Сонда айналасындағы майдың барлығы өздігінен түсіп қалды. Судан шығарған әйнек ыдысты да дәл осылай губкамен жақсылап сүртіп тазалап алдым. Шамамен 5 минут көлемін ғана алды. Тазалап алған әйнек ыдысты сумен шайған уақытта ол жаңа секілді жылтырлап шықты. Негізінен осы әдісті қолданған өте ыңғайлы, себебі сіз ақшаңызды үнемдейсіз, әртүрлі химиялық заттарды дүкеннен сатып алмайсыз. Әрі химиялық заттардың иісі барлығы денсаулыққа өте зиян. Сковородканың қақпағы шамамен суда 10-15 минут тұрды. 10-15 минуттан кейін шығарған уақытта оның майы өздеріңіз көріп отырғандай губкамен жай ғана жүргізгеннің өзінде барлығы түсіп қалады. Губка өтпейтін жерлердің барлығын пышақпен және щеткамен тазалап алдым. Қақпақты әбден тазалап алғаннан соң оны сумен шайдым. Сонда қақпақ жылтырлап өте тап-таза болып шыға келді. Шайнекті де дәл осы әдіспен жылтырлатып тазалап алдым. Оның ішіндегі сеткасы да қарайып қалған болса, оны да жақсылап осы әдіспен жуып тазалап алса болады. Айтпақшы, осы әдісті қолдана отырып, тек қана бұл ыдыстарды ғана емес, сонымен қатар мантоварка, сковородка деген сияқты ыдыстардың барлығын жылтырлатып тазалап алсаңыз болады. Осы тазалық айдары сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде видеоны бағалап, каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Сонда сіздер жаңа видеоны жіберіп алмайсыздар. Сонымен қатар сіздер менің каналымның қысқа дайындық айдарынан әртүрлі варенийлердің, әртүрлі салаттардың жасалу жолын көре аласыздар. Сүйікті оқырмандарым үшін әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классын жүктеп қойдым. Қазіргі таңда өте танымал болған вупи пай, красный бархат, молочная девочка, меренговый рулет, фисташковый торт, түрік баклавасы, пахлава секілді басқа да рецепттердің барлығын менің каналымнан таба аласыздар. Менің каналымның дамуына үлес қосып жатқан әрбіріңізге алғыс айтқым келеді.